Балаклеяға Украинада Америка Қошма штатларының элчилигінің арби атташе темселжилерінің эйеті барып келді. Олар 65-ші арсеналда юз берген февкуляде қазақ бетлерінің йоқ этөлеві бойынша шерик мемлекетлерінің олажақ ярдымының миқдарыны белгіледі, деп білдірелер Мудафа назерлігінің матбуат хызметінде. Мұнда қайдетілгені кебі, Балаклеядаки шымдыки вазиет незарет алтында тутула. Февкуляде вазиетінің ақыбетлеріні он бір мутихасыз группасы ве, онда не махсус техника йоқ этмекте. Автосонуна же территорияның темізлевіне да 120 арби сапер қошылажақ. Шымдылік бір бұчық патлав хафлы олған алетны тапып йоқ әттілер. Февкуляде вазиетлер бойынша девлет хызметінде айтылғаны кебі шер территориясы ве живаранда ерлешкен көйлердің топрағында янгын очақлары сөндірілді. Балаклеяға тахлие етілген сәкенлер қайтып келген. Хатырлатам, мартын 23-шінде селян барларында олған янгындан себеп патлав юз берді. Нетижеде 243 бинаға зарар кетірілді. Ерлі сәкенлерні қаза зонасындан тахлие әттілер. Вақаның эсас себебі оларақ Русия диверсантларының әрекетлеріні қайдетелер.